Қайырлы кеш, балақай. Қалай, күні бойы асыр-сап ойнап шаршаған боларсың. Ендеше жайғасып отырып, бізбен бірге керемет ертегі тыңда. Қоянның үйшігі. Қыс мезгілі. Орман алаңқайында қоян мен түлкінің үйшігі тұрды. Қоянның үйшігі ағаш жаңқасынан, түлкінің үйшігі мұздан жасалған болатын. Олар көршілес тұрып, мәз-мейрам күн кешуде еді. Күн жылынып, қар еріп, су боп ақты. Түлкінің үйшігі бір күнде еріп жоқ болды. Сонда үйшігі еріп кеткен түлкі қоянға келіп, «Қоян, қоян, тоңып кеттім, жылынып алайыншы» деп жалынады. Ақкөңіл қоян жаны ашып, жарайды деп үйіне кіргізеді. Алайда кіріп алған түлкі, «Мұнда енді мен тұрамын, бұл енді менің үйім» дейді де, «Кет, жоғал» деп қуып шығады. Көңілсіз қоян қимай-қимай жылаған күйде алыстай берді. Көп жүрді ме, аз жүрді ме белгісіз, алдынан оның үріп, «Аф-аф» деп күшік шығады. Ол, «Әй қоян, саған не болды?» деп сұрайды. Қоян болса, «Менің үйшігім ағаш жаңқасынан, түлкі үйшігі мұздан жасалған еді. Көктем келіп, түлкінің үйшігі еріп кетті. Маған ол жылынып алайыншы» деп кірді де, «Мені қуып шықты» деп еңіреп жылап жібереді. Күшік болса, «Қой, жылама қоян, қарады тұр, мен түлкіні қуамын» дейді де, үйшікке қарай жөнеледі. Үйшікке келген бетте, «Әй қу түлкі, шық қоян үйшігінен, әділетсіз болма, жақсылыққа жамандық жасама» деп үреді. Ал түлкі болса, «Әй күшік, сені ма, кет, жоғал, әйтпесе мен қазір атылып шығамын да пәрі-пәріңді шығарамын» дейді долданып. Түлкінің ашу ызасынан қорыққан күшік қыңсылап қорқып кетіп қалады. Мұны көрген қоян қайғыға батып, үйшігінен алыстай берді. Біраз уақыт өткен соң алдынан қорбаңдап қонжық шығады. Қонжық әбден әлсіреп, тоңып қалған қоянды көріп, «О, қоян, саған не болды?» дейді. Қоян шаршаңқы болса да, мән-жайды баяндай бастайды. «Менің үйшігім ағаш жаңқасынан, түлкінің үйшігі мұздан жасалған еді. Көктем келіп, түлкінің үйшігі су болып еріп кетеді. Сонда ол маған келіп жылынып алайыншы деп кіріп алды да, мені қуып жіберді» деп көз жасын тыя алмай жылап жібереді. Қоянның бұл күйін көрген қонжық, «Жылама қоян, мен түлкіні қуып шығарамын» дейді. Сөйтіп үйшік жаққа бет алады. Келген бетте қонжық дауыс жуандатып, «Әй қу түлкі, шық қоян үйшігінен, әділетсіз болма, жақсылыққа жамандық жасама» деп ақылға шақырады. Бірақ түлкі сол баяғы әдетіне салып, көсеуін қолына алып, азар да безер болып, «Әй қонжық, кет, жоғал, әйтпесе қазір атылып шығамын, пәрі-пәреңді шығарамын» дегені сол. Қонжық бір жаққа, ал қоян болса екінші жаққа алды-артына қарамай қашады. Сол арада кеште батып қалған болатын. Жүрегі тарс-тұрс соғып, аяқтары жей сезбей, сілесі қатқан қоян томырға отыра кетеді. Сол екен қасына «Қо-қо-қо» деп әтеш келді. Қоянның хәлін байқап сұрай бастады. «Иә қоян, саған не болды?» дейді. Шаршап шалдыққан, дәрменсіз күйге түскен қоян соңғы әлін жинап, дауысы әлсін-әлсін шығып, «Менің үйшігім ағаш жаңқасынан, ал түлкінің үйшігі мұздан жасалған еді. Көктем келіп, түлкінің үйшігі су болып еріп кетеді. Сонда ол маған жылынып алайыншы деп кіріп алды да, мені қуып жіберді» деп жылады. Әтеш болса, «Мұнысы жарамады» дейді. «Жылама қоян, мен түлкіні әп-сәтте қуып жіберемін» дегені сол еді. Қоян болса, «Қайдам, күшік қуды қуа алмады, қонжық қуды қуа алмады, сен де қуа алмайсың» деп күрсінді. «Қоя ғой, үмітсіздіңе жол болсын» деді де, «Әй қу түлкі, әділетсіз түлкі, шық қоян үйшігінен, жақсылыққа кім жамандық жасаушы еді, әділетсіз болма. Әй түлкі, менің өткір тұмсығым бар, шұқып аламын» деп жария салғаны орман ішінде жаңғырық болып түлкінің құлағына жетті.
зәресі ұшқан түлкі қарамды батырайын, ойбай-ау, жиналып жатырмын деумен болды. Әтеш болса батыл күйде қоянның үйшігіне бастап келе жатты. Жақындағаны сол еді, түлкі үйшіктен атып шығып қаша жөнелді. Әтеш түлкі соңынан: «Әй түлкі, өтірігімен қулығыңды таста, әйтпесе соңынан жазаңның болуына сөз беремін» дейді. Түлкінің қарасы түгілі ізі қалмады. Үйшігіне кіріп қуанған қоян батыр Әтешке алғысын қайта-қайта айтып, қонақ болуын сұранды. Міне солай. Балалар, ертегі сендерге ұнады ма? Бәрекелді. Ендеше қонжық пен күшік сияқты қорқақ болмаңдар. Түлкі сияқты өтірікші алаяқ болмаңдар. Ал қоян сияқты ақкөңіл болсаңдар да, Әтеш сияқты батылды батыр болыңдар. Жайлы жатып, жақсы тұрыңдар. Көрсетілім демеушісі бала мен анаға арналған гаджет Мамашоп дүкені. Қымбатты көрермен, бағдарлама ұнаған болса, лайк басып, пікіріңді жазып кет. Келесі бағдарлама жіберіп алмас үшін тіркеліп кет.